Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай керемет, дәмді, жұмсақ, тез дайындалатын профитролидің құрамымен бөлісемін. Ең алдымен кастрөлімізге 125 мг су, сүтімізді құйып, оның үстіне 100 г сары майымызды салып, аздап тұз себемізде қайнағанын күтеміз. Сұйықтығымыз қайнайын деп жатқанда, електен ұнымызды өткізіп саламыз да, оны кондитерлік қасықпен тез-тез араластырып отырамыз. Тез-тез араластырмасақ, ұнымыз күйіп кетеді. Кейін осы араластыру арқылы біз осындай бір қамыр шығаруымыз керек. Қамырдың дайын болғанын, осылай қамырымыздың барлық жан-жағындағы сұйықтықтары кеуіп, осындай біздің кастрөлдің астында, орысша айтқанда, осындай налет болу керек. Ол біздің қамырдың дайын екенін білдіреді. Дайын болған қамырымызды осындай бір ыдысқа салып, оны осылай кондитерлік қасықпен араластыра отырып суытып аламыз. Суыған қамырымыздың үстіне жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып араластырамыз. Қамырға салынған жұмыртқа басында бір-бірінен ажырап, оңай бірікпеуі мүмкін. Біз араластыра отырып, біріктіріп аламыз. Тез біріккенін қаласаңыздар, қолмен де араластыруға болады. Біздің сұйық қамырымыздың консистенциясы дәл осындай видеодағыдай болу керек. Дайын болған қамырымызды кондитерлік пакетке осындай ирек насаткаға саламыз. Менде кондитерлік пакет бітіп қалғандықтан мен осылай кремнің формасына салып істеймін. Келесі формамызға пергамент қағазын төсеп, жаңағы дайын болған сұйық қамырымызды насаткамен осылай салып шығамыз. Енді дайын болған профитролидің қамырын духовкаға жібереміз. 10 минут 180 градуста пісіреміз, кейін 10 минут 140 градуста пісіреміз. Келесі ақуыздан жасалған кремді дайындаймыз. Ол үшін біз ақуыздың сиропын дайындаймыз. Сып тұрған кастрөлге 50 грамм суымызды құйып, оның үстіне 180 грамм қантымызды салып, ақырын отта қайнатып аламыз. Кондитерлік қасықпен қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Қант ерген соң сиропты араластыруға болмайды, өйткені сиропты араласқанда қант күйіне айналып, қап-қатты болып қалады. Міне достар, сиропымыз осындай жай отта көпіршіктеніп ысу керек. Біз сироптың дайын болғанын осылай суық суға қантымызды салған кезде осылай комок сияқты болып қалу керек. Келесі осындай биік және тап-таза ыдысымызға ақуызымызды сарысынан ажыратып аламыз. Достар, ақуыз салынатын ыдысымыз тап-таза болу керек, бір тамшы суда болмау керек, өйткені қазір біз блендерден өткізген кезде ол көпіршімей қалады. Әппақ болып көпіргенше блендерден өткіземіз. Ақуыздың дайын болғанын осылай ыдысты төңкерген кезде ақуызымыз төгілмеу керек. Енді дайын болған ақуызымызға бағана дайындап қойған сиропты аз-аздан құя отырып блендерден өткіземіз.
сиропты құйып болған соң лимонның шырынын құямыз, немесе лимонная кислотаны салып тағы да жақсылап миксерден өткіземіз. Креміміз дайын, жұп-жұмсақ әрі созылмалы болып шықты. Келесі дайын болған кремді кондитерлік пакетке немесе осындай формаға салуларыңызға болады. Міне достар, біздің профитроли осылай пісті, үлпілдеп, жұп-жұмсақ. Енді профитролиді осылай пышақпен ортасынан бөлеміз. Енді кесіп дайындап қойған профитролидің ішіне осылай жаңағы насаткамен кремдерімізді құйып шығамыз. Егер сіздерде осындай насатка болмаса, қасықпен де салуға болады. Міне достар, біздің профитроли дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай үлпілдеп, жұп-жұмсақ болып шықты. Кремі де үлпілдеп тұр. Енді осы профитролидің үстіне сахарный пудраны аздап себеміз. Достар, менің жұмысымды бағалап, мені қолдап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің видеоларыммен туыстарыңызға, достарыңызға, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар.